Қайырлы күн құрметті көрермендер, бұл видеода сіздерге қанның қоюлануы туралы нақты айтатын боламын. Егер сізде дәл осы белгілер болатын болса, онда міндетті түрде дәрігерге көрініңіз. Көптеген пайдалы ақпараттардан хабардар болу үшін ең алдымен менің арнама тіркеліп, сосын видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Жалпы қанның қоюлануы ол ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі екендігін білдіреді. Егер оны сұйылтып өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне де себепші болады екен. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес, бұл иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Егер қан өте қою болса, оның ұсақ тамырларға енуі қиын. Бұл оттегі жетіспеушілігі анемияның дамуына алып келеді. Бұл жағдайда қанның ұюы, инфаркт немесе инсульттің пайда болуы ғажап емес. Қанның қоюлануының алдын алу үшін оның алғашқы белгілері біліне басталысымен-ақ арнайы маманнан кеңес алып емдік шараларды бастаған қажет. Қанның қоюлануына бірнеше факторлар әсер етуі мүмкін. Мысалы, сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, атап айтқанда лас суды немесе хлорлы суды жиі ішетін болса, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсауы керек. Оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды. Екіншіден, ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адамның рационында қышқылды тағамдар көп болса, мысалы сүт, жұмыртқа, тазартылған қант, тағы басқа, қанның қоюлануымен бірге қышқылдану да орын алады. Үшіншіден, электромагниттік сәуле. Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін де байқауға болады. Ал ұзақ уақыт бойына телефонда телміріліп отырудың да осы қанның қоюлануына алып келетіндігін ұмытпағанымыз жөн екен. Сонымен қатар қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Және де жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденген. Сонымен қатар авитаминоз, яғни ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығы да қанның қоюлануына себеп болады екен. Қанның қоюлануының бірнеше белгілеріне тоқтала кетейін. Біріншіден, көру және есту қабілетінің нашарлауы. Қанмен жеткіліксіз қамтамасыз етудің нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін. Екіншіден, тыныс алудың қиындауы. Жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта да болады. Аяқ-қолдардың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ-қолдың ұю сезімімен бірге жүреді. Бұл қанның капиллярларға жақсы тамбағанынан болады. Осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Және де ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді, үнемі шаршап жүреді, күндізгі уақытта тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Сонымен қатар мазасыздану, алаңдаушылық сезімнің туындауы, жаны жай таппай жүретін, үнемі алаңдап жүретін адамдарда да қанның қоюлануы болады екен. Бұлшықеттің ауыруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай-сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалмағандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан береді. Сонымен қатар баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады.
және де бас ауруы. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Аурудың алдын алу және емдеу жолдарына тоқтала кетейін. Қанның мөлшерін анықтаудың негізгі жолы зертханалық талдау жүргізу. Егер қан жасушаларының саны жоғары болса, онда қан қоюланды деген сөз. Науқастың шағымына қарай дәрігер қосымша зертханалық және аспаптық диагностикалық әдістерді тағайындай алады. Қанды сұйылтатын өнімдер жалпы дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға да мұқият болған абзал. Қанның қоюлануына алкоголь, ысталған ет, газдалған сусындар да көп ықпал етеді. Оның орнына майлы балық және зығыр майы, балғын көкөністер, қырыққабат, брокколи, жеміс-жидектер, құлпынай, жүзім, ананасты үзбей жегеніңіз абзал. Оған қоса зімбір сусынын ішу өте пайдалы болмақ. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақ жеуге болады. Қанның адам ағзасында қандай қызмет атқаратыны бәріне белгілі. Қан қоюланғанда бойыңызда әлсіздік билейді, басыңыз жиі ауырады, ұйқысыздық мазалайды, басыңыз айналып ұйқыдан шаршап тұрасыз, ауа жетпей көзіңіз қарауытады, денеңіз тоңады. Міне осы белгілер қанның қоюланғандығын нақты білдіреді. Қанның қоюлануын ретке келтіру үшін халық еміне де жүгінуге болады. Біріншіден көк шай. Көк шай қанды сұйылтып тазалайтын қасиетке ие. Көк шайдың құрамындағы катехин қанның құрамындағы холестерин деңгейін реттеп, клеткаларды жасартады. Ал илік заттар қанның сапасыз түйіршіктерін өлтіреді. Сонымен қатар Е дәрумені жасушаның жаңаруына ықпал етеді. Қанды сұйылту үшін зімбір қосылған көк шай ішкен пайдалы. Оны дайындау үшін зімбірді тазалап, майдалап кесектеп турайсыз, үстіне су құйып отқа қоясыз. Бірнеше минут қайнаған соң сұйықтықты сүзіп алып, көк шай саласыз. Емдік шайды 15-20 минуттай тұндырып қою керек. Шайды күніне 2-3 рет қайталап демдеп ішсеңіз, бойыңызды билеген ауыртпалықтан да арыласыз. Екінші жолы табиғи шырындар. Қанды сұйылтатын керемет емдік сусын. Оның құрамында су, дәрумендер мен микроэлементтер болады. Аурудың алдын алу үшін күніне 1 рет 1 стақан табиғи таза шырын ішіңіз. Әсіресе ананас, апельсин, сәбіз, анар, таңқурай, лимон, құлпынай, мүкжидек, жүзім, алма, қызанақ шырындарын көбірек ішуге кеңес береміз. Үшіншісі зығыр майы. Е дәруменіне және жартылай қанықпаған майға бай. Майдың көмегімен қан тазаланады, сұйылады, ұйымайды және жүрек қан тамырлары жүйесінің ауруларының алдын алады. Ол үшін күнде аш қарынға 1 ас қасық зығыр майын ішіңіз. Егер жүрегіңіз айнып мазасыздансаңыз, онда майды тамақтанып алған соң ішуге болады. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.